алдар көсенің ертегісін алып келдім. Бәріміз бірге отырып тыңдайық, жарай ма? Ал ертеде ешкі жүні бөртеде баяғы бір заманда алдар көсе болыпты. Бірде алдардың түйесі жоғалып кетеді екен. Ол есегіне мініп, Шыршық өзенінің бойын іздеп жүріп, Ғазал кенеттен өтіп, Алын кентке жетіп, қалаға кіре бере қазылған үлкен арықтан өтпек болады да, осы кезде есегі батпаққа батып кетеді екен. Адамдардың өзі батпақтан әрең шығып отырса, бір Жамбай деген бай келіп, «Әй, Алдеке, не істеп отырсың?» дейді. «Есегімді егіп қойдым, енді соның үлкен болып өніп шығуын күтіп отырмын» депті. Жамбай бұл сөзге қызығып, таңдана тағы сұрапты. «Арпа, бидай, сұлы, жүгері, ұрығын білетін едім. Есек те ұрықтан өніп шыға ма екен? О заманда бұ заман» деп, бай алдар көсенің айтқан өтірігіне таң қалады екен. Алдар көсе батпақтан екі құлағы ғана шығып көрініп қалған есегін нұсқап, «Әне, екі құлақты көрдің бе? Есегім құлағынан бастап жаңа ғана өніп келеді» депті. Жамбай болса, «Есек өніп шығатын ұрығыңды сат» деп азар да безер боп, алдардың жанын қоймапты. Алдар көсе алғашқыда көнбей, ақырында қолындағы бір қалта салыны есек ұрығы деп нарқын асырыпты. Жамбай бай астындағы атын беріп, алдардың қолындағы бір қалта салысын алыпты. Батпаққа сеуіп, көп есек өндіріп көбейтпек болған бай күні бүгінге дейін күтіп отыр екен деген аңыз бар екен. Алдар көсе сонда жаңа байды алдап қойған балалар, я? Есек деген ұрықтан өспейді ғой, ол есек өзі көбейіп шығады. Түсіндіңдер ма ертегіні?